Сәлем достар, Deutsch Met Айжан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз етістіктерді жіктеу тақырыбын жалғастырамыз. Жіктелген етістіктермен түрлі сөйлемдер құрап үйренеміз. Ендеше бастайық. Сонымен бірінші мысал бізде лебен етістігі. Мысалы, мен Алматыда өмір сүріп жатырмын деген сөйлемді немісше құрап үйренейік. Мен деген біз білеміз, ол их есімдігі. Өмір сүріп жатырмын, өмір сүру деген бізде лебен етістігі. Бірінші жақта лебен етістігі жіктелген кезде оның иен жалғауын алып тастаймыз, түбірі леп, оған е жалғауы жалғанады, түбіріне бірінші жақта. Сонымен их лебе болады. Енді Алматыда. Алматы немісшесі. Их лебе Алматы. Алматыда дегенде біз мынандай жалғау қоямыз Алматының алдына. Ин Алматы. Их лебе ин Алматы. Мысалы, орысшада я живу в Алматы деген сөйлем бар, мына жердегі ин деген жалғау, ол сол орыс тіліндегі в деген предлогтың немісше баламасы. Сонда их лебе ин Алматы, мен Алматыда өмір сүріп жатырмын деген мағынаны береді. Енді дәл осы сөйлемді екінші жақта құрап көрейік. Сен Алматыда өмір сүріп жатырсың деп. Сен дегеніміз бізде ду, ду есімдігі, лебен, өмір сүру лебен, бірақ ол екінші жақта жіктелген кезде иен жалғауын алып тастаймыз бастапқы формасындағы. Оның орнына біз с-ті жалғауын қоямыз, ду лебст ин Алматы болады. Ду лебст ин Алматы, бұл сен Алматыда өмір сүріп жатырсың деген сөз. Келесі, ол Алматыда өмір сүріп жатыр деген сөйлем құрайық, бірақ бұл жерде ол дегенде ол ер адамға қатысты айтылған. Ондай болатын болса, ер адамға қатысты ол, біз неміс тілінде ер есімдігі, ер, лебен, бірақ иенді алып тастаймыз да, оның орнына т жалғау жалғанады. Ер лепт ин Алматы болады. Ол Алматыда өмір сүріп жатыр. Бірақ бұл жерде әр дегеніміз, яғни ер адамды айтып тұр. Ал енді әйел адамға қатысты болса, мысалы, қыз бала Алматыда өмір сүріп жатыр, белгілі бір әйел адамды айтсақ, онда зи есімдігін қолданамыз. Зи, дәл осы ердағы сияқты лепт болады, етістігіміз жіктелгенде, ин Алматы. Зи лепт ин Алматы. Енді көпше түрде сөйлем құрап көрейік. Көпше түрде құрағанда, яғни біз Алматыда өмір сүріп жатырмыз дегенде. Біз дегеніміз ол вия есімдігі. Одан кейін өмір сүру деген бізде лебен. Лебен етістігі вия есімдігімен қатар келген кезде ол өзгеріске ұшырамайды, сол бастапқы формасында қалады. Вия лебен болып. Жаңағы біз өмір сүріп жатырмыз деген мағынаны береді. Вия лебен ин Алматы болады. Енді сендер Алматыда өмір сүріп жатырсыңдар деген сөйлем құрайық. Сендер деген есімдік неміс тілінде ия. Өмір сүру ол лебен, бірақ бұл көпше түрдің екінші жағында жіктелген кезде бастапқы формасынан иен жалғауын алып тастаймыз. Оның орнына т жалғау жалғанады. Ия лепт ин Алматы болады. Сендер Алматыда өмір сүріп жатырсыңдар. Енді олар Алматыда өмір сүріп жатыр деп құрайық, Олар деген неміс тілінде зи есімдігі. Лебен, жаңағы олар зи есімдігімен етістік жіктелген кезде лебен өзгермейді, өзінің осы бастапқы формасында қалады. Сонда, міне, олар Алматыда өмір сүріп жатыр. Сіз немесе сіздер, Онда дәл осы
зиға, алдыңғы зиға ұқсас болады бұл жерде де. Лебен ин Алматы. Сонымен мына жерде олар Алматыда өмір сүріп жатыр, sie leben in Алматы. Ал мына сөйлемде дәл сондай сөйлем, sie leben in Алматы, сіздер Алматыда өмір сүріп жатырсыздар деген мағынаны береді. Сонымен түсінікті деп ойлаймын. Осылай біз сөйлемде жіктелген етістіктермен осылай сөйлем құрап үйренеміз. Енді келесі мен сіздерге сұраулы сөйлем құралуын көрсеткім келіп тұр неміс тілінде. Ол да осы қарапайым жолмен құралады. Мысалы, сен Алматыда өмір сүріп жатырсың ба деген сөйлемді құрап көрейік. Ол кезде былай болады. Мына жерде міне бізде Du lebst in Алматы деп тұр. Енді осыдан сұраулы сөйлем құраған кезде сен Алматыда өмір сүріп жатырсың ба деп сұрау үшін ол кезде мына lebst етістігі бірінші орынға шығады. Lebst du in Алматы. Lebst du in Алматы. Енді қарап отырсаңыздар, мына жерде, мысалы, сен Алматыда өмір сүріп жатырсың ба, ол кезде мына дәл көп өзгеріс болған жоқ, тек орындары ауысты. Lebst етістігі бірінші орынға шығып кетті. Lebst du in Алматы деп. Енді мынандай сөйлем құрауға болады. Сен қайда өмір сүріп жатырсың деген сөйлем құрайтын болсақ, онда ол былай құралады. Қайда деген немісше wo. Wo сосын lebst du болады. Wo lebst du. Wo lebst du болатын болса, яғни сен қайда өмір сүріп жатырсың деген мағынаны береді. Сол сияқты мына жерде мына сөйлемдерге де осылай сұраулы сөйлем құрауға болады. Мысалы, ол Алматыда тұрып жатыр ма деген, етістікті бірінші орынға алып келеміз. Lebt in Алматы. Lebt in Алматы. Немесе қыз балаға қатысты сұрайық. Ол қайда өмір сүріп жатыр деп. Онда wo болады. Lebt sie. Wo lebt sie. Wo lebt sie, яғни ол қайда өмір сүріп жатыр дегенді білдіреді. Қыз балаға қатысты. Осылай түрлі сұраулы сөйлемдер құрауға болады неміс тілінде. Енді мына жаққа келетін болсақ, бұл жақта да мысалы егер сендер қайда өмір сүріп жатырсыңдар. Мына сөйлемнен көпше түрдің екінші жағынан сұраулы сөйлем құрап көрейік. Ол жерде де былай болады. Lebt, дәл осы du сияқты болады. Lebt ihr in Алматы. Сендер Алматыда өмір сүріп жатырсыңдар ма деген сұраулы сөйлемнің немісшесі. Ал егер сендер қайда өмір сүріп жатырсыңдар деп сұрайтын болсақ, онда дәл осыған ұқсас болады. Wo lebt ihr болады. Ал егер сендер қайда өмір сүріп жатырсыңдар? Ал егер олар туралы сұрайтын болсақ, олар Алматыда өмір сүріп жатыр ма деп сұрайтын болсақ, онда leben sie. Бұл жерде sie кішәріппен. Себебі олар деген мағынаны береді. Leben sie in Алматы. Мысалы, біз күнделікті өмірде сұраймыз ғой, олар Алматыда тұрып жатыр ма дегенде, leben sie in Алматы. Неге sie кішәріппен беріліп тұр? Себебі ол олар деген есімдіктің немісшесі. Тек мына жерде бас әріппен жаздық, себебі бұл сөйлемнің басындағы бірінші тұрған сөз болғандықтан. Ал егер бұл олар есімдігі сөйлемнің ортасында келсе, үнемі кішәріппен жазылады. Ал енді мысалы, сіздер қайда тұрып жатырсыздар деген сөйлем құрайық. Онда сіздер қайда деген wo,
leben Sie болады. Wo leben Sie? Бұл сіздер. Міне достар, бүгін біз лебен етістігін мысалында немісше қарапайым сөйлем құрап үйрендік. Сіздер осы Алматы сөзінің орнына өздеріңіздің қалаларыңыздың, ауылдарыңыздың, елдеріңіздің атын қойып, осылай сөйлем құрап үйренсеңіздер болады. Біз ертеңгі сабақта басқа етістіктің мысалында осылай сөйлем құрамызды жалғастырамыз. Бүгінге осы сабақты көргендеріңізге рахмет. Tschüss, bis bald.